Ассалаумағалейкум достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Қазіргі таңда Инстаграмда хит болып жатқан инста аватаркаларды қалай жасаймыз? Жай ғана бір ғана приложение арқылы жасайтын боламыз. Және достар, ең керекті материалдар, яғни қажетті дәл осындай материалдарды қайдан аламыз? Соның барлығын көрсететін боламын. Видеоны соңына шейін көруге кеңес беремін. Бірінші кезекте өзімізге керекті фотоны таңдап аламыз. PicsArtқа саламыз достар. Дәл осы жерде маған фонды ағарту керек. Мен фонды әдеттегідей инструментке кіріп, кривыға кіріп, сразу жоғары көтеріп ағартып аламын. Әрмен қарай бізге енді қаяқтан аламыз? Круглый материалдарды, круглый рамкаларды қай жақтан аламыз? Инстаграм, яғни аватаркаға керек. Ол үшін Хромға кіреміз, Яндекске кіреміз. Яндекске тура осылай жазамыз. Круглый рамка для Photoshop PNG деп жазылады. Енді орысшасы дәл осылай жазамыз. Круглый Photoshop для Photoshopа PNG рамка. Арғарып найти, картина бөліміне кіреміз. Мінекей алдарыңызға түрлі сіздерге керекті деген рамкалардың барлығын шығарып береді. Енді кішкене бұдан басқашалау іздейтін болсаңыздар, енді қазір біреуін скачать етіп көрсетейін. Дәл осылай мына бір рамкаға кіре салайын. Бұның бәрі PNG форматта. Скачать бассаңыз, егер арты осылай қараңғы болса, сразу түсінікті, ол PNG форматта. Арғарып круглый Photoshop для Photoshop дегенді алып тастасаңыздар, кішкене қазір өшіріп көрсетейін достар. Сіздерге басқаша кішкене бөлектеу рамкаларды шығарып береді осы жерден. Найти. Арғарып кішкене осы жерден басқаша рамкаларды шығарып береді. Кішкене узор бар рамкаларды. Бұл жалпы бірінші вариант достар. Негізгі қазір основной PicsArt'тан табатын вариантты көрсетсем, ол жердегі вариант мүлдем сіздерге қатты ұнайды. Арғарып PicsArt'тың өзіне керек. Дәл осы жерде стикер деген бөлім бар. Стикер деген бөлімге де тура осылай жазсаңыздар болады. Бірақ та біз олай жазбаймыз. Бұл PicsArt әлемдік программа болғаннан кейін мен бұл жерге ағылшынша жазам. Round frame. Ағылшынша түрі тура осылай круглый рамка деген жаңа сөз. Ағылшыншасын жазамыз. Осы жерден сіздерге бүкіл PicsArt'тың базасындағы рамкалардың барлығын шығарып береді. Барлығы бесплатно достар. Өздеріңіздің қалағаныңызды алып, осы жерден арғарып аватарк жасайсыздар. Енді бұны жалпы сіздерге қай жерден алу керегін көрсеттім. Арғарып енді round frame'ге арғарып қоссаңыздар болады достар. Followers деген бар, енді қыздардың жақсы көретін гүлмен жасайды ғой. Қыздар қауым көріп отырса. Гүл арқылы жасайтын болсаңыздар, мына жерде followers деген бар. Мына жерден сіздерге түрлі гүлге қажетті, яғни қыздың заказын істеп жатсаңыздар, гүлге қажетті түрлі рамкалар бар достар. Мінекей, бесплатно, барлығы алыңызда қолдана беріңіз. Ешкімге ақша бермей, ешкімге платный жасамай. Мына жерде бірінші тұрған алсайын достар, өзіме керектісін. Бірінші тұрған рамканы алам. Енді основной дизайн емес, мен сіздерге жай ғана қалай істелу керегін көрсетем. Үлкейтіп алам, өзіме қажетті фотоны алам, добавить фото арқылы. Тура осылай беті жарық, жақсы суреттерді таңдап алуға кеңес берем. Арғарып мына адамның суретін бассаңыздар достар, человечектің суретін бассаңыздар, өзі автомат түрде тура осылай қырқып береді. Сохранить автомат түрде стикерге сақталады. Кейде жұмыс істеп жатқан барыста достар, біреулер дәл осылай X басып жоқ қылып алады. Қазір көрсетсем, ол кезде қайта кесудің қажеті жоқ. Жай ғана қосымша информация, стикерге кіреміз. Жүрек стикердің басын басамыз, мой стикер, яғни осы жерден вырезанный деген бөлім бар. Екінші ортада тұрған бөлім. Тура осы жерде сіздердің қырыққан стикерлеріңіз сақталып тұрады. Қазір мен орын таңдаймын, былай ішіне қойсаң да болады, но бірақ кішкене ерекше болсын, мен 3D форматта басын жоғары шығарып қоятын боламын. Әрмен қарай енді біз жерде не істейміз? Прозрачность азайтып, енді астын өшіріп аламыз. Өшірдік. Тура осылай линиямен бірдей қылып өшіріп аламыз достар. Қайтып көбейтеміз. Ары қарап бізге ең керек нәрсе эффект. Осы жерден көпшіліктің жасайтын қателіктерін айтамын қазір достар. Көбісі кіреді, мынау арт деген бөлімге кіреді, масланы таңдайды. Масла енді қолданба деп айтпаймын достар. Бұны қолдансаңыздар міндетті түрде фотоның качествосы 1 сағатқа төмендейді. 1 сағаты немесе бірнеше сағатқа төмендейді. Бірақ шаштар әдемі шығады. Енді қазіргі таңда көбісінің қателігі осы масланы қолданады да көзін ағызып жібереді. Адам нервіне тиіп көзін быт-шыт қылып жібереді. Алыңыздар да өшіргішті алып, просто так көздің ішін өшіріп шығыңыздар. Қалған жерге тиіспесеңіздер де көзді өшіріп шығыңыздар. Егер арттың масласын қолданатындар. Бірақ та мен бұл жолды мүлде қолдамаймын, бұл жерді қолданбаймын. Арғарып маған магия. Магия бөлімінен флор, арғарып осы жерден кішкене өзім эффекттер тұрыстап, реттеп аламын. Арғарып бұл біздің бірінші этап. Осы жерден алдық, өшіргіштің қасында батырманы басамыз достар жоғарыдағы. Арғарып ең соңына барып, мына жерде неопоп деген бар. Тура осы жерден, бұл жерден де кішкене сарғыштау бір өзінің әрқайсының өзінің этаптары болады достар. Үшінші этап тағы да сақтап аламыз. Үшінші этап ең артына барам да. Суреттермен примерно жаттап қалсаңыздар болады, егер жазуын оқып үлгермей жатсаңыздар. Пау деген бар, осыны басам. Соңында бұл
красочный болып шығарып береді достар. Әдемі қылып красочный болып шығады. Сочный дейді ғой. Дәл осы жерден кішкене бүйтіп реттеп өзіме аламын. Дәл осылай бірінші этап бітті. Ары қарап эффектке кіріп, міндетті түрде HDR деген бар. HDR-ді міндетті түрде үстінен басыңыз достар. Сол кезде барынша суреттеріңіз четкий көрінеді көзі. Ары қарап енді мен профессионал DreamArt'та қолданатын бір ғана тәсілді көрсетіп кетейін. Кейде мынау қыздар қауым білет, бет макияж жасаған кезде сіздер көбінесе бетке блик беріп шығасыздар. Сол бликті мен Photoshop арқылы сіздерге қалай беру керегін көрсетемін. Кривыйға кіріп, дәл осылай көтереміз жарқылып. Әрмен қарай тура осылай қазір енді қыздар жақсы білетін шығар, адамның бетіне яркий түсетін мынандай шаштардың майысқан жерлері бар. Осылай жарқырап тұратын. Мінекей мына жерден де кішкене беріп жіберейік, жарық. Аха, әрмен қарай енді бет бөліміне ерінге береміз. Еріндер кішкене жылтырап тұру керек. Әрі қарап мінекей көзінің ішін кішкене ағартамыз, көзінің ішін, мына қастың асты, мұрын, сосын мынандай қазір мұрынның үсті, қырын. Одан кейін беттегі мына жер румяна деймін, өйтіп қатты ажырата алмайды екенмін шыны керек. Дәл осы жерлерді ағартып аламыз. Және маңдайдың тұсын тура осылай ағартып, енді өшіргішпен кішкене реттеп алыңыздар достар, тура осылай қалдырып кетпейік, өшіргішпен әдемілеп, нежный қылып өшіріп шығатын боламыз. Бұл нәрселерді істеу обязательно емес, просто достар, бұның бәрі кішкене болсын, артқа жақындатады, кішкене әдемі көрсетуге апарады. Неке қазір мен разницасын кішкене көрсетемін, неке беттегі, еріндегі яркий жерлер. Бұны қолдансаңыздар, кішкене болсын, суреттеріңіз артқа жақын болады. Әрмен қарай енді достар, мінекей разницасын сіздерге көрсететін болдым. Достар, бұл видео жай ғана аватарканы қалай жасау, базовый бірінші сатысы болып аталады. Достар, жай ғана сіздер қай жерден алып, қалай жасау ең оңай жолдары. Жаңа мен видеоның басында көрсетіп кеттім, өзіңізге арналған мінекей осындай аватаркалерді достар, мен астына сілтемесін қалдырып кетемін. Астына постқа, описанияға, комментарийға барлық жерден кіріп жеке-жеке сабақтар достар, бұлар өздеріңіз жеке-жеке кіріп көрсеңіздер болады. Видеоның басында көрсетіліп кеткен мен инстаграмыма кіріп күрделі деп тапқан инста аватаркалерді, тағы да басқа да тақырыптарды комментарийға немесе инстаграмға жазыңыздар. Сол тақырыпта мен видео түсіретін боламын достар. Міндетті түрде лайк басамыз. Бұның видеоның барлығы тегін достар, маған ешқандай пайдасы жоқ. Жай ғана лайк басып қуантсаңыздар болды. Сіздерді келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.